Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен өте танымал Вупипай тортының барлық құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші пергамент қағаздарын дайындап аламыз. Міне осылай кесіп алған кезде осы қайырылып тұрған бетінен жаңағы үстінен қалыпты қойып басып шыққан кезде дайын форма шығады. Және менің формамның диаметрі 24 см. Егер де сіздерде бұндай қалып болмаса, осылай тегіс етіп қойып алып, дөңгелек етіп сызып алуларыңыз керек. Бізге 4 пергамент қағаз керек болады. Құрғақ ингредиенттерін біріктіріп аламыз. Бұл жерде ұн, разрыхитель және какао. Какаоның жақсы сапасы болған дұрыс. Мендегі ол Малайзия деп аталады. Ол кондитерлік дүкендерде сатылады. Енді шоколад пен сармайды біріктіріп, су моншасында немесе микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Төменде описаниясында қандай сармай, қандай шоколад барлығының атауларымен бірге жазып қойдым. Келесі таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып аламыз. Ескеретін жайт, жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Осылай енді көтеріліп аппақ болып жатқан кезде шым-шым тұз немесе лимон қышқылын саламыз. Және әр 30-40 секунд сайын жылдамдығын көтеріп отыру керек. Ал қантты миксерлеп жатқан кезде осылай көп ішіп бастайды. Сол кезде қантты қосып бастаймыз. Қантты 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Жұмыртқалы массамыз бастапқы қалпынан осылай 4-5 есеге дейін ұлғаю керек. Енді оның үстіне микроволновкада алдын ала ерітіп алған сармай мен шоколадты қосып, қол миксерімен 10 секундтай ғана миксерлейміз. Дайын болған массамызға ұнды міндетті түрде електен өткізіп 3-4 бөлікке бөліп қосу керек. Және миксерлеген кезде тек қана төменгі жылдамдықпен миксерлейміз. Қараңыздар, миксерлемей жатып, осылай бірінші араластырып алыңыздар. Сонда миксерді қосқан кезде ұныңыз жан-жаққа шашырап кетпейтін болады. Міне біздің бисквитіміздің қамыры дайын, осындай қоймалжыңдау, яғни қоюлау болып шығады. Енді оны осындай кондитерский мешокта алып, ұшын 1 см-ге қырып тастаймыз. Осының ішіне бізге дайын болған бисквиттің қамырын саламыз. Пергамент қағазына айналдыра құйып шығамыз. Екінші бір нұсқа бар. 4 пергамент қағазды да қойып, әрқайсысына 4-5 қасықтан өлшеп салып, бір тексетіп жайып шығу керек. Ал осылай істеген өте ыңғайлы, мешокқа құйып, және бір текс болып шығады. Мен осылай пергамент қағазына қамырды құймай жатып, алдын ала пешті қыздырып қойдым. Міне бізде барлығын үлестіріп құйып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 7-9 минут аралығында пісіреміз. Әрбір пісіп шыққан коржды жақсылап толықтай суытамыз, одан кейін ғана қағазын алып тастаймыз. Сосын айналдыра дөңгелек етіп, бір текс етіп кесіп шығу керек. Кремін бастамай жатып, ыдысын, насадкасын барлығын холодильникке 10 минутке қойып салқындатып алу керек. Креміне салқын творожный сыр, сахарная пудра, яғни қант ұнтағы. Одан кейін салқын 34-35% сливки. Оны міндетті түрде осылай жақсылап шайқап алу керек, әйтпесе қоюы түбінде тұнып қалады.
Миксердің төменгі жылдамдығынан бастаймыз және әр 30-40 секунд сайын жылдамдықты жоғарылатып отырамыз. Мен қол миксермен 7-8 минуттай миксерледім. Бізде осындай формасын өте жақсы ұстайтын плотный крем пайда болады. Міне осылай ыдысты төңкерген кезде де ол құламайды. Қолымдағы 807 номерлі насадка арнайы вупипайға арналған, яғни вупипайдың шариктерін жасайтын насадка. Оны осылай кондитерлік мешокқа, яғни қапшыққа салып алып, осының ішіне бірінші кремімізді орналастырып аламыз. Бірінші подложканың үстіне осылай кремді жағып аламыз, сосын үстіне коржды орналастырамыз. Сонда сіздің коржыңыз подложкадан тайып кетпейтін болады. Енді ақырындап, асықпай, дәл видеодағыдай шарик шығарамыз. Келесі коржды орналастырамыз және әрбір коржды осылай кері бағытқа қарай қою керек, яғни тегіс беті жоғары қарап тұрады. Келесі шарик астындағы шариктің тура үстіне қарай түсу керек, сонда барлық корждарды жинап болған кезде шариктер біркелкі әдемі көрінетін болады. Міне біз тортты жинап болдық, енді холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Торттың бетіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад және сливки қажет болады. Екеуін микроволновкада немесе су моншасында осылай жақсылап ерітіп, суытып алуымыз керек. Енді осы салқын тортымыздың үстіне салқын ганашты құямыз. Жылыдай болмау керек, әйтпесе шетіндегі кремдерін жаңағыдай ертіп жіберуі мүмкін. Осылай кондитерлік шпательмен немесе қасықпен жағын-жағына толықтай жеткізіп шоколадты жағып шығамыз. Мен осылай бетін дайын тәттілермен сәндедім. Ол негізі сәндеу өзіңіздің фантазияңызға байланысты, өз қалағаныңызша сәндей бересіз. Достар, біздің осымен вупипай тортымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мына жоғарыда тұрған менің инстаграм парақшам, тіркелуді де ұмытпаңыз. Онда қызықты ақпараттар мен күнделікті рецепттер салынады. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, төменде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.